Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанға 9 жылдан кейін мемлекеттік сапарымен келді. Сондықтан келіссөздер келелі келісімдермен ерекшеленді. Қос мемлекет арасын жақындастыратын маңызды экономикалық бағыттар қамтылды. Сарапшылар осындай баға беріп отыр. Бүгін Қазақстан мен Ресей саясаттанушылары уағдаластықтардың уақытымен орындалып, табысты болу жолдарын талқылады. Олар бұрын соңды келіссөздер мұндай нәтижелі болмағанын айтады. Бекітілген құжаттардың барлығы салмақты әрі екі жақты қарым-қатынастардың негізі болатынына сенімді. Мы большой задел делаем для... Біз екі жақты байланысты нығайту үшін үкіметтерге ұсыныстар дайындаймыз. Ең бастысы келешекке болжам жасаймыз. Өйткені үкімет қазіргі жағдаймен жұмыс істесе, біз жан-жақты зерттеп саралаймыз. Мәселен, халықаралық аренада саяси жағдайларға әсер ететін елдердегі биліктің ауысуы, немесе мемлекеттердің өзара қарым-қатынасы қалай болады деген мәселелерді басшылық қаламыз. Мұның барлығы елдеріміздің де алға қойған мақсаттарының орындалуына өзіндік ықпал етеді. Ал ресейлік сарапшылар тату көршіліктің арқасында барлық салада, атап айтқанда экономика, энергетика, білім беру, денсаулық сақтау мен мәдениетте табысты ынтымақтастық орнатқанымызды ерекше атады. Оның ішінде білім саласы бойынша жасалған келісімнің берері мол. Екі ел жастары ең үздік университеттердің филиалдарында оқуға мүмкіндік туды. Образование очень важное направление нашего взаимодействия. Біздің қарым-қатынасымыздың қазығы білім саласы деуге болады. Қазір Ресейде 80 мыңға жуық қазақ студенттері білім алып жатыр. Демек, ресейлік білім беру жүйесі бәсекеге қабілетті деуге болады. Қазақстанда да рейтингі жоғары оқу орындары бар.